Қазақстан жерінің 70% шөлейттену процесіне бейім. Бұл туралы шөлейттенуге қарсы күрес бойынша ұлттық координатор Болат Бекнияз мәлімдеді. Жерге жүргізілген мониторингтің нәтижесіне сәйкес 30,5 миллион гектар аумақ жел және су эрозиясына ұшыраған. Оның 1,6 миллион гектарын егістік алқабы құрайды. Бұл мәселе әлемдік қауымдастықты алаңдатып отыр. Қазақстан 1994 жылы шөлейтке қарсы күрес конвенциясына қол қойып, келісімді 3 жылдан кейін ратификациялады. Енді елдегі шөлейттену үрдісі халықаралық дәрежеде шешімін тауып келеді. Мәселен, Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы негізінде Алматы облысының Жамбыл ауданына 4 миллион теңге бөлінді. Нәтижесінде 4 ауылдық округтың шаруалары көп жылдық шөп отырғызып, жерді жайылымға пайдаланып келеді. Қазіргі уақытта көп проектларды жартылай грант бойынша, жартылай бюджеттен қаржы бөлінген. Біздің ғана мемлекет емес, бүкіл ғалам әлі дұрыс оған көзқарасы енді бұрылып жатыр. Өйткені жаңағы климаттың өзгеру деп айттық қой. Көбіне климаттың өзгеруіне себеп болатын осы жерді дұрыстап пайдалану.